Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ешқандай да оқтауды қажет етпейтін және арасы осылай қатпар болып шығатын қаттама нанның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Сіздерге ұзақ уақытыңызды алмайтын жасалу жолының өте оңай түрімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен қамырын илеп дайындап аламыз. Ол үшін 400 грамм жылы су керек. Жылы судың үстінен 1 шай қасық толы тұз қостым және 1 ас қасық толы қант қосып, қанты мен тұзы ерігенше біраз уақыт араластырып алдым. Одан соң үстінен аштықымызды қосамыз. Мен 1 шай қасық толы аштыққа қостым және кішкене араластырып, оның үстінен еліктен өтіп дайын тұрған ұнымды қосып, қолымен жұмсақ қамыр илеп шығатын боламын. Қамырымыз қатты болып қалмау керек. Менде осындай тығыздықтағы қамыр иленіп шықты. Өте жұмсақ болып шығады және ыдысымның ішін майлап алып, осы қамырды орналастырамын. Осылай жасасаңыздар, қамырымыз ыдысымызға жабысып қалмайтын болады. Енді бетін жауып 15 минутқа бөлме температурасына қалдыра тұрамыз. Осы уақытта біздің қамырымыз көтеріліп, өте жұмсақ қалыпқа түседі. Одан соң өзімізге жаюға ыңғайлы болатындай бөліктерге бөліп аламыз. Мен осылайша теңдей 4 бөлікке бөліп дайындап алдым. Әрбір бөлінген қамырды қолымызбен дөңгелектеп зуалы жасап шығамыз. Иленіп қойған қамырды бір шетке қоя тұрып, арасына жағатын сары майын дайындап аламын. Мен майлылығы жоғары бөлме температурасындағы еріп тұрған сары майды пайдаландым. Қаттама нанға маргаринді пайдалануға кеңес бермеймін, себебі маргаринде өзіңіз білетіндей құрамында су болады және майлылығы өте аз болып келеді. Одан соң үстінен 3 ас қасық майонезді қосып, бір келкі болғанша жақсылап біленшікпен осылай араластырдым. Енді осы майдың үстінен жаңағы илеп қойған қамырларымызды үстінен осылайша салып қоямыз да 10 минутқа қалдыра тұрамыз. 10 минуттың ішінде біздің қамырларымыз жұмсарып, өте әдемі болып тұрады. Қамырдың екі жағын бірдей майға аунатып алып, қолымызбен дәл осы видеодағыдай етіп жайып үлкейтіп аламыз. Қамырымыз кішкене уақыт тұра келе осылай өте жұмсақ болып қалған. Қолмен жаюға да өте ыңғайлы болып қалады. Қолмен өте жұқа етіп жайып дайындап алдым. Енді майды ортасына жағып, орап шығатын боламыз. Қамырды барынша жұқа қылып жайғанымыз дұрыс, себебі құрамында аштыққа болғандықтан қазір піскен кезде біршама көтеріліп, кішкене қалыңдай түседі. Ораған кезде де осылай видеодағыдай етіп, қамырды тартып ораймыз. Сол кезде қамырымыз одан әрі жұқара түседі. Орап болған қамырды дөңгелектеп алып, тоңазытқышқа 3-4 сағат уақытқа қоя тұрамыз. Сол кезде біздің қамырымыздың арасындағы майлары бір-біріне сіңіп, кішкене қатыңқырап, әдемі болып қалады. Қалған қамырларды да дәл осылай қолмен жұқа етіп жайып дайындап алдым. Достар, егер сіз менің арнама тіркелмеген жаңадан қосылған көрермен болсаңыз, подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз, себебі алдағы уақытта сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Және менің каналымда түрлі салаттардың, түрлі тағамдардың, десерттердің, тәтті торттардың неше түрлі рецепттері бар. Каналыма өтіп, видео бөлім басатын болсаңыз, сіздер іздеген бірнеше рецепттерді таба аласыздар. Барлығын дерлік осылайша жайып дайындап алдым. Енді тарелканың астына міндетті түрде
пищевой пленка төсейміз. Сол кезде қамырдың асты жабысып қалмайтын болады. Беті қаясып қалмас үшін бетінде пленкамен жауып, тоңазытқышқа 3-4 сағат уақытқа қалдырдым. Осы уақыт аралығында біздің қамырымыз кішкене қатыңқырап, арасындағы майлары да сіңіп әдемі болып тұрады. Енді молырақ ұн себе отырып, оқтаумен кішкене жайып үлкейтіп аламыз. Кішкене жұқа етіп жая береміз, себебі арасында ашытқы болғандықтан қазір пісу барысында біраз көтерілетін болады. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған пешке салып 30-35 минут уақытта пісіріп аламыз. Міне біздің қаттамаларымыз өте әдемі болып пісіп шықты. Өздеріңіз көріп отырғандай арасы сондай қатпар-қатпар болып пісіп шыққан. Егер сіздер де дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер, сіздердің қаттамаларыңыз өте қатпарлы әрі дәмді шығатын болады. Егер сізге видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.